Ассалаумалейкум қыздар. Бір тестамен екі нәрсе жасаймыз. Ол үшін бізге жылы су керек. Обязательно жылы су болу керек. Салмасын барлығын видеоның астына жазып кеттім. Тұзды, қантты, дрожжыны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сұйық май құямыз. Ұнымызды саламыз. Ұнды көз мөлшерімен салдым. Примерно 3-4 стакандай болады. Жақсылап араластырып, тесто шығардық. Міне қыздар, тесто өте жұмсақ. Жылы жаққа қоямыз. 1 сағатқа, жарты сағат көлемінде. Бетін жауып, обязательно жылы жаққа қойып қойыңыздар. Міне қыздар, тестам көтерілді. Мен қолыма сұйық май жағып, 2-ге бөліп аламын. Бірінші тестамен пицца жасаймын. Пиццаның формочкасын алып, сұйық май жағып, тестаны жаямыз. Тестаны оқтаусыз жаюға болады. Сұйық май қолдарыңызға жағып осылай жасайсыздар. Және шамалы ұн сепсеңіздер болады. Соусқа, яғни кетчуп, орегано, майонез. Жақсылап араластырамыз. Осылай жағып шығамыз. Қыздар, алдын ала пешті 200 градусқа қойып қоямыз. 180-200 градусқа примерно. Салмасына колбаса. Өздеріңіз білесіздер, не салсаңыздар да салмасына. Мен колбаса, соленые огурцы, оливки саламын. Шамалы сыр. Қыздар, пиццаларын созылып тұру үшін пицца пісті деген кезде сырды қайтып үстіне салсаңыздар, шамалы ғана қойып, сол кезде сіздерде пиццаның, яғни созылып, дәмді болып шығады. Сырды осылай ғана шамалы саламыз. 200 градус немесе 180 градуста пісіреміз. Алдын ала қойылған духовкада. Енді біз екінші тестамызбен хачапури жасаймыз. Тестамызды жайып аламыз. Пергамент қағазын салып, жандарына сыр, сулугуни, моцарелла сырларын саламыз. Яғни, сондай сырларды алсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міне қыздар, сыр салдым ортасына. Жұмыртқасын пісті деген кезде бірақ саласыздар, піскен кезде ғана саласыздар, сол кезде дәмді болады. Міне қыздар, сырым, пиццамен хачапури өте дәмді болып шықты.